Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы масштабты пайдаланып картада арақашықтықты қалай дұрыс есептеуге болады. Сабақтың мақсаты масштабты пайдаланып арақашықтықты есептеуді үйренеміз. Құрметті оқушылар, сендерге мынандай сұрақ қойылады. Масштаб дегеніміз не? Масштабтың қандай түрлері бар? Сонымен масштаб дегеніміз сызбада, планда немесе картада бейнеленген кезде заттың нақты өлшемі, неше есе кішірейтілгендігін немесе ұлғайтылғандығын білдіретін сан. Масштаб үшке бөлінеді: сандық масштаб, атаулық масштаб және сызықтық масштаб болып бөлінеді. Балалар, енді біз Қазақстанның физикалық картасымен жұмыс жасаймыз. Ол үшін картада масштабты пайдаланамыз. Картада масштабы 1 бөлінген 8 миллион. Осы 8 миллионның біз балалар 5 нөлін шегеріп қоямыз. Сонда 1 сантиметрде 80 километр деп аламыз. 5 нөлін шегеріп қоямыз. Сонда 1 сантиметрде 80 километр деп аламыз. Енді картамен жұмыс жасаған кезде балалар Астана мен Қарағандының ара қашықтығын сызғышпен өлшейміз. Астана мен Қарағандының арасы 3 сантиметр болды. Енді 80-ді көбейтеміз 3-ке, сонда көбейткен кезде 240 километр. Астана мен Қарағандының арасы 240 километр болды. Қазақстанның физикалық картасын пайдалана отырып, Қарағанды мен Алматы қаласының арасын өлшейміз. Бұл кезде сызықтық масштабты пайдаланамыз. Сызықтық масштабты пайдаланған кезде Қарағанды мен Алматының аралығы 10 сантиметр болды. Енді 80 километрді 10 сантиметрге көбейткен кезде 800 километр болды. Енді оқушылар осы түсінгендеріңді кескін картаға түсіресіңдер. Яғни сызықтық масштабты пайдалана отырып, сандық масштабты атаулық масштабқа айналдырып, екі қаланың ара қашықтығы қанша километр екендігін есептеңдер.